Адам білім алған кезде өзінде артықшылық сипат пайда болды деп ойлайды. Артықшылық сипат пайда болды, сонымен ол келетті, Құрандағы аяттарды оқып алады. Алла субханала тағала білімділерді көтеріп қояды деген сөйтіп өзін білімді көретті. Яғни Алла мені көтерді, мен басқалардан артық болдым деп басқаларды көрген кезде, надандарды көргенде біреу сұрақ қойса, ішінен мысқылдап, күліп, субханалла, осындайда сұрақ қояды ма, мынау қандай надан деген секілді оның сұрағына ашуланып, мүмкін ол сен үшін болмашы сұрақ шығар. Бірінші енді білім жолына түскен кезіңде оқыған мәселең шығар, оны жай қарапайым адам білетін шығар, бірақ ол барлық адам үшін ондай емес. Бізде мысалы басқа бір ешқандай хабарымыз болмаған мамандық иесіне баратын болсақ, әлгі көлігіміз жөндетуге барған кезде кейде сұрақтарды қоюымыз мүмкін, ішінен әлгі жөндеп жатқан адам күлуі мүмкін, осы да қойылатын сұрақ па деп. Біз үшін ол бір үлкен нәрсе секілді, бір нәрсен дауыс шығып қалса қорқып кетеміз, не болып қойылды екен деп. Оны білетін әлгі көлік жөндеп жүрген адам оның болмашы нәрсе екенін біледі. Сол секілді ол дін мәселесінде де біз үшін болмашы жеңіл нәрсе, басқа үшін ол үлкен нәрсе болуы мүмкін. Әлгі асқа бір жерге барғанда Құран оқыған кезде табақ тұру керек па, тұрмау керек па, дастарханда пышақ тұрса болады ма, болмайды ма, ол сол нәрселерден қорқады, оған солай үйретілген, ол еш нәрсе білмейді. Біз ішімізден отырмыз, субханалла, мынау не деген надандық деп. Бірақ сол нәрседе біз түсінуіміз керек, ол адамдардың барлығы бірдей деңгейде емес екенін, оның себебімен адам тәкаппарлыққа түспеуі керек. لا شريك لك لبيك إن الحمد